Алло, қалай жағдайлар? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айтыр. Мен бағанадан бері біраз тыңдадым сендерді, мына отырғандарды ше, қосылып жатқандарды да, сені де тыңдап отырмын. Неге сөздерің былай бәрі жақсы сөйлейді екенсің, мәдениетті сөз саптаулар ше. Бірақ оқыған екені де көрініп тұр ғылыми жағынан ше. Енді діни жағынан да мен баяғыда мұсылман болғанымды айтып отырсың ғой. Соны кейін шығып кеттім деп ше. Соны мен бір білгім келді, неге шығып кетті, не жағдай болды деген сияқты ше. Қазір ғана жаңа алдымдағы жігітке айтып едім соны. Иә, соны тыңдадым ғой, соны жауабын алдым, сол тыңдап ше. Соны енді қарасам енді құр былай уағыз ғана тыңдап шығып кеткен екенсің деп өзім не былай шешім шығарып отырмын да. Неге былай дінді егерде былай ақиқатқа жеткің келсе, кішкене зерттеп, былай оқып, көрмендеп отқаным ғой. Тыңдадым діндегі жауаптарды, бәрібір қисынға келмейді екен. Жоқ, ол неше түрлі мысалы аяттар бар, мысалы Құрандағы аяттар ше, Құрандағы аяттардың көпшілігін ол тікелей қазақшасымен біз түсіне алмаймыз да, оның тәпсірлері бар деген сияқты да, мысалы ғылымда не сондай ғой. Қай жағымен алсаң да, тәпсірмен алсаң да, басқасымен алсаң да, бәрібір қисынға келмейтін нәрселер көп. Сонда мысалы осы кезге дейін мысалы мен білімді өте көп мыңдаған тәпсірлер жазылған да Құранға ше. Хадистерге де тоже сондай да, өте көп та. Енді былай сенің ойынша мысалы, сенің ойынша сол Құран ұстанатын адамдар, хадис ұстанатын адамдардың барлығы сонда енді адасқан деген тұжырымдасың ғой, иә? Бос нәрсе деп ше. Оларға өз сенімдері өздері үшін дұрыс. Олар меніңше ол кісілер қателесіп жүрген шығар деп ойлаймын. Олар просто сен өзің былай ешқандай дін ұстанбайсың, еш нәрсеге сыйынбайсың, еш нәрсе жоқ дегенсің. Құдай жоқ, дін жоқ. Иә. Бірақ енді Құдайдың жоқ екенін дәлелдеп бере алмайсың ғой негізі, өзіңде. Жаңа жігіт айтты ғой, алдындағы жігіт. Құдайдың жоқ екенін дәлелдеу деген? Мысалы бауырым қара, Құдай деген сөзді сен жазыпсың ғой, Құдай деп ше. Ол мысалы Құдай жоқ болмаса, неге Құдай деп жаздың деген сияқты да, жоқ нәрсені қалай сен жаздың деген сияқты да логикалық сұрақ қой негізі бұның барлығы. Құдай деген сөз бар ғой, Құдай деген сөз бар, бірақ өзі жоқ та оның. Жоқ, өзі жоқ нәрсенің қалай, өзі жоқ нәрсенің заты жоқтың аты да болмайды ғой мысалы. Қойшы. Онда Зевс те бар ғой, иә? Ау? Зевс деген Құдай да бар ғой онда, иә? Олар енді ойлап тапқан адамдар қолдан жасаған ғой оның барлығы. Құдайды да қолдан жасаған болуы мүмкін емес па не? Жоқ, бауырым қараса, мына жерде енді бағанадан бері мен тыңдап отырмын ғой. Просто саған келген біреулер дәлел айтып отыр ғой, анадан дәлел алып келеді, мынадан дәлел алып келеді, Құраннан айтады, ақылдан айтады ше, оның бәрін сен қабылдамайсың. Мен 100% білімді. Мен қазір саған да айтсам, сен қабылдамайсың да, мен 100% сенімді қабылдамайсың. Өйткені сенің мақсатың, бауырым, сен айтып отырсың ғой, сен өзіңнің әңгімең өзіңе қарсы шыға береді. Сендер ойлайсыңдар, мысалы, неге бұлай қателіктер сендер жібересіңдер? Неге? Өйткені имамдар бір жақты ғана уағыз айтады, сендер қарсы тараптың жауабын ешқашан естімейсіңдер да. Дінде жүрген адамдар, мысалы, уағыз тыңдап жүрген адамдар имамдардың бір жақты пропагандасын ғана айтады, және соны дұрыс деп есептейді да, сосын оған сыни көзқараспен қарай алмайды. Неге? Себебі ол жерде пікірталас, пікір алмасу жоқ, имамға ешкім сұрақ қоймайды, имаммен ешкім пікір алмаспайды да. Сосын сендер ойлайсыңдар, біз күшті аргументтеріміз бар дейсіңдер да, бірақ сол аргументтеріңнің өздеріңе де қарсы шығуы мүмкін екенін білмейсіңдер. Себебі сендер альтернативті, қарсы тарапты тыңдап көрген жоқсыңдар. Жоқ, негізі дінде, мысалы ислам дінде, ол бар ғой, осы ежелден келе жатқан нәрсе ғой. Мысалы кезінде дін келгеннен кейін 2-3 ғасырдан кейін мысалы атеистер пайда болғанда, Абу Ханифаның заманында, имам Шафидің бүкіл заманда атеистер бар ғой негізі. Олармен бүйтіп
отырып тартысқан, дәлелдеп берген кейбір нелерде сол атеисттік көзқарас ұстанған ғалымдар кірген исламға ше. Қазір де бар ғой. Сендердің қиссаларыңдағы атеисттер ана советтің киноларындағы немістер сияқты да. Советтің киноларына қарасаң, немістердің бәрі тупой, алқаш бірдеңелер, солардың советтің әскерлері оп-оңай жеңіп кеткен сияқты да. Сендердің де история қиссаларында тыңдаса, Абу Ханифаға біреу кепті да бүйтіп айтыпты, пайғамбарға бір атеист кепті да бүйтіп айтқан екен. Сөйтіп айтқан жерінде пайғамбар бүйтіп айтып жүрген кезде ана атеист деген масқара болып ойланып сөйтіп дінді қабылдап кеткен екен деген. Өңкей осындай историяларда мен таңғаламын. Атеистердің жоқ, оны сен неге қазір сенбейсің? Айтайын ба, оған сен неге сенбейсің? Айтайын ба, не үшін сенбейсің ондай қиссаларға? Не үшін сену керек? Жоқ, айтайын ба, не үшін сенбей тұрсың? Айт. Өйткені сен көзіңмен көрмедің да оны, дұрыс па? Сендер көрдіңдер ма? Жоқ, сонда бір нәрсеге сену үшін сендердің көзқарастарында міндетті түрде көзбен көру керек, құлақпен есту керек, дұрыс па? Соны ұстанасыңдар ғой? Жоқ, олай емес. Енді қалай? Мысалы сен определенный критерийлер қолдануға болады, мысалы ғылыми методтармен. Жоқ, бауырым, мен білем ғой, мен атеистік көзқарасым өте жақсы білем мен. Білем. Атеисттер қалай екен, ол не ұстанатынын бәрін білем де, мен бауырым, негізі көпшілік 80-90% сондай ғой. Өзің де сондайсың, айтшы бауырым. Жасырмасай, көзбен көрсең ғана сенесің, құлақпен естісең ғана сенесің, а былай сенбейсің да. Мен Американы көрген жоқпын. Америка жоқ деп сенбейді деп ойлайсың ба сонда? Сосын мысалы көп нәрсені, барлық нәрсені ақылға саласыңдар да, ақылға сәйкес келсе аламын, сәйкес келмесе алмаймын дейсің. И бітті соны қайтарасың. Сендердің сол ақылға салмай қоятын жерлерің апасянда, өйткені ұнамайтын жерлерде ол неге имамдар сендерге айтады ақылға сама деп. Неге ақылға салсаң адасып кететініңді біледі де, діннің кемшіліктерін. Жоқ, бізде ақылға салатын нәрселер де бар, мысалы. Бізде дінде, мұсылман дінінде бар ма ақылға салатын нәрселер? Салмайтын нәрсе болмау керек. Ақылға салатын жер де бар, салмайтын жер де бар да. Салмайтын жер болмау керек. Неге ақылға салмайтын жерлер бар? Себебі ол исламның ең проблемный жерлері да, діннің ең проблемный жерлері. Адам ол жерді қолайтын болса, апарып тупикке тірелетінін біледі да, сол үшін сендерге ақылға салмаңдар деп айтады. Ақылға салсаң сен уже күмәнді қуып діннен шығып кетуің мүмкін. Шубхат деген нәрсе ма? Шубхат деген нәрсе, мысалы, ақылға салатын болсаң сен, ана діндегі бір-біріне қайшы келетін нәрселерді ақылыңа саламайсың, сен ол жерде ақылға салсаң бітті, қалай болып кетті, ұйқаспай қалды ғой деп қуып кетесің де, сөйтіп күмән құлап кетесің. Тағдырдық адам мысалы кірме деп айтады, кіретін болсаң тупикке тіреліп қаласың. Құдай өзі істеп жатыр ма, мен істеп жатырмын ба, бәрін білсе неғып сынақ деген сияқты әңгімелермен тірелесің де қаласың да, діннен шығып кетесің. Діндегі адамдарды шығармай ұстау үшін өзі сол жерлерді ақылға салмау керек. Логиканы қоспау керек ол жерге. Қостың бітті қадаласың. Сонда оның барлығын бұлай қолдан жасалған нәрсе біреудің саясаты деп тұрсың ғой негізі? Әрине. Әрине. Ешқандай Құдайдың несі жоқ, қатысы жоқ, Құдайдың данышпандығы жоқ деп тұрсың ғой, иә? Сондай көзқарас қой енді ұстанатындар. Жоқ, ол жерде. Неге? Өйткені сол атеисттік көзқарастағы адамдардың ақылына дұрыс келмейді да бұл нәрсе ше. Ақыл келмейді, вообще негізі нормальный адамның несіне дұрыс келмеу керек. Ол мұсылмандардың да көбінің несіне келмейді, бірақ оны мұсылмандар басып тастайды, немесе ол темаға кірмейді. Жоқ, бар ма ондай басып тастау деген нәрсе жоқ. Мысалы, айтшы өзің енді кезінде мұсылман болдым деп жатсың ғой өзің, иә? Ислам дінінің қай жағы, мысалы, жарайды, ішіне кірмей ақ қояйық, қай жағы, қандай принциптары, мысалы, адамның былай өміріне зиян, айтшы, сол жағын айтшы. Қандай жағы саған өміріңе, сенің тіршілігіңе зиян? Әйелді ұру. Әйелді ұру деген нәрсе жоқ қой исламда. Әйелді ұруға рұқсат етілген. Әйелді ұруға рұқсат етілмеген бауырым. Ниса сүресі 34-ші аятты ашып көрші. Не деп тұр екен ол жерде? Әйелдерің бағынбай атса, оларды насихат айт. Насихат атқанға көнбесе, төсекте жанына жатпай қой. Сен соны ары қарай зерттеп көрдің ба? Ондай аят бар екен білем, иә, ондай аят бар. Бірақ сен соны ар жағын зерттедің ба, тағы ары қарай, тағы ішіне кірдің ба? Иә. Қандай жағдайда ұру керек? Не үшін? Қашан? Саған бағынбай қойса ұрасың.
мысалы да енді мысалы логикалық сұрақ та. Әйел еркек адамға қайтып бағынбауы мүмкін. Қандай жағдайда бағынбауы мүмкін да? Сен мысалы любой жағдайда. мысалы өзіңнің әйелің сенің көзіңе шөп салып кетсе не істейсің? Мысалы не болмаса әйел бала шағаңды тәрбиелемей көшеге шығып кетті клубтарға. Түнімен жүр да сенің қасыңа жатпайды, саған бағынбайды. Айтасың, сөйлесесің, көнбесе ажырасасың да кетесің, ұрмайсың. Соны сен әке-шешеңді сыйламаса мысалы. Әке-шешең сыйламаса, оны әйеліңді ажырас та басқа жаққа жібер. Жарайды, ажырастың, кеттің, тағы біреу алдың, ол да сөйтті. Онымен де ажырас. Гарантия жоқ ке сен гарантия жоқ қана екінші әйелің жақсы болады деген дұрыс па? Сөйтіп сен өмір бақи сонда 100 әйел болса 100 әйелмен кете бересің ба? Анадан бір бала, мынадан бір бала, анадан бір бала. Енді сондай соқыр тупой болсаң, сөйтіп жүресің 100 әйел ауыстырып. Иә. Сен кішіге адам деген үйленетін кезде ойланбай ма екен, сөйлеспей ме екен? Сөйлесесің бірақ енді гарантия жоқ қой, сен білмейсің ғой. Көзіңді жұмып, көрінген көшедегі біреуді сүйреп әкеле бермейсің ғой? Бауырым, ол өзіңде білесің ғой, көріп жүрсің ғой, міне 10 жыл сөйлескен жігіттер бар, 20 жыл сөйлескен бар, 5 жыл сөйлескендер ажыраспай жатыр ма? Вот именно олар деген анандай көпшілігі ажырасатындардың күйем сүйем анау мынаумен жыртыңмен жүре бергендерді. Олай жүрмеу керек. Сен алдымен ақылды алдыға қоюың керек та, ақылдасуың керек. Короче, былай. Үйленетін болсақ, мен мынандай адаммын. Ештеңеңді жасырмай айт, короче. Мен осындай адаммын, мен ішем, мен бүйтем, сөйтем, үйде анаммен бірге тұрамыз ата-анаммен. Менің анам мынандай адам, ертең бүйтетін болса сен сөйт. Егер былай болатын болса мен бүйтем, болмаса договор жаса, сөйлес, ақылдас, келіс, сосын барып үйлен. Сонда сенде минимальный болады жаңағы возможность. Бауырым, дұрыс, айтатқан бәрі дұрыс, қосылам өйтіп, сөйтіп жатыр ғой елдің бәрі. Тұра тұршы, сен сонда ұруға себеп іздеп отырсың ба? Ұруға себеп жатқан жоқпын мен. Біз ұруға әлі жеткен жоқпыз. Ұруға қайда? Сен сонда енді әйеліңді жібермей байлап ұстап отырып түзету керек деп отырсың ба? Ұруға әлі жеткен жоқпыз. Жоқ. Вообще оған жеткен жоқпыз әлі. Келсе енді ұруға. Сонда мысалы анау болмады, мынау болмады. Сонда біреудің қыздарын алып тастап кете береді. Бұл сол жақсы нәрсе ме сонда? Сенің де қарындасың бар, сенің де әкең бар мысалы. Тұра тұршы, сен өзіңнің вариантыңды ұсыншы давай. Жаңа мысалы Құранда айттым, Құранда айтып тұр деп айтып отырсың, Құранда тұр міне бірінші әйелге насихат айт деп, иә? Екінші, не қыл, төсегін бөліп таста деген нәрсе бар ма жоқ па? Үшінші не істейсің? Үшінші, оған да көнбесе, жарайды жаңағындай ұр деген жері бар, иә? Ұр деген. Енді сол ұр деген жерді ол қандай жағдайда ұру керек? Қайтып ұру керек деп көрдің ба соны іздеп? Мен оны бар ғой, қандай жағдайда деген вариантты қарастырмаймын мен. Әйел деген адамды ұруға болмайды. Қандай жағдайда болса да. Сондай кезде егерде сен тыңдамаса, ажырасасың да кетіп қалсың бетте, иә? Тыңдамаса, сен саған қайсысы дұрыс? Біреудің қызын ұрып өлтіріп қойғаның дұрыс па, жоқ біреудің қызымен ажырасып үйіне қайтарғаның дұрыс па? Жоқ, Құран кәрімде бауырым, өйтіп неғымай қой, сол жерде ұрып өлтіріп қой деп тұрып жазылып тұрмаса жерде? Сен бата тимей, қата тиіп өлтіріп қойсаң қайтесің ұрам деп? Ақыл есі дұрыс, адам ұрмайды әйелді. Ақыл есі дұрыс, нормальный еркек әйел ұрмайды. Енді сол ақыл есі ұрмайтынын дұрыс Құранға жазып қоймай ма, ұрмаңдар деп? Ол ана бірінші, мысалы, тұрға аятта бірінші жерінде. Насихаттайды, сол жерден қайтады бауырым. Қалай ақтап аларыңды білмей отырсың ғой. Сонда қара, как будто жарайды, как будто дін ұстанбайтындар. Мына қоғамда қазір болып жатыр ғой. Солардың 90-99% өзіңде білесің, сол дін ұстанбайтындар ұрып жатыр ма елдерін? Сен секірме өйтіп. Біз оны талқылап отқан жоқпыз. Біз конкретно маған ұнамайтын нәрсен. Сен дінің, Құдайдан түскен дінің рұқсат беріп тұр соған. Біреулер істеп жатса, сендердікі дұрыс деген сөз емес ол. Олардікі де қате, сендердікі де қате. Ақтап алайын дейсіңдер ме сонда? Мен өздерің мысалы мен бірдеңе ұрлап кетемін де, сосын біреу неге ұрлайсың десе, көршімде ұрлап жатыр ғой десем, мен ақталып кетемін ба не? Жоқ, көршімдікі де менікі де дұрыс болады, дұрыс емес болады. Жоқ, дұрыс. Ол жерде ақтау деген нәрсе жоқ. Просто оның
енді сен ары қарай зерттемеген да сыртын көріп аласың бітті. Сол жерден ғана аласың, сыртын ғана аласың, ары қарай кірмейсің да ол. ары қарай кірсең де сендер соны айтып отырмын ғой. Маған қызық емес қандай себеппен ұруға болатыны. Маған маңыздысы ешқандай жағдайда ұруға болмау керек. Жақсы, енді екіншісі не ұнамайды тағы исламның, қай жағы ұнамайды? Діннен шыққан адамды неғып өлтіресіңдер сендер? Қой, ондай нәрсе жоқ. Сендер неғып білмейсіңдер? Иртидат, муртат деген нәрселерді. Ислам дінінен шығуға болмайды. Ислам дінінен шықсаң өлесің сен. Ондай нәрсе жоқ. Қарасаңдаршы, бар ондай нәрсе. Бауырым, дінді дұрыс зерттемепсің да, зерттеу керек еді, біраз оқу керек еді. Кем дегенде сендер сондай даже нәрсенің бар екенін білмейсіңдер да, еще маған зертте дейсіңдер да, ғылымды ше. Кем дегенде өздерің қарап келесіңдер сол нәрсе бар ма жоқ па? Кем дегенде бір 10 жыл оқу керек еді да, сосын барып ойлансаң болатын еді, шықсаң 10 жыл емес, сендер 5 минут оқып, неге элементарный дүниелерін біліп, сосын барып айтпайсыңдар, ақылды? Ол ақыл емес, просто айтып жатқан ғой. Не екенін білмейсің де, еще маған 10 жыл бойы оқысай дейді. Сен алдымен 5 минут артық уақыт жұмсап, сол мұртаттықтың барып жоғына көз жеткізіп алсаңшы, сосын барып айтасың маған. Не ол бар ма жоқ па, дінде шыққанды өлтіремін, өлтірмеймін. Оны білеміз ғой, не? Білсең неғып ондай нәрсе жоқ деп айтып отырсың. Ондай қай жерде көрдің сондай болған нәрсені? Кімді Құдай сақтасын біреуді өлтіріп жатқанын көрдің ба? Сауд Арабиясында өлім жазасы тағайындалған осы діннен шыққан. Вероотступничество карается смертью. Тағы не айтайын енді? 4 әйел деген нәрсе бар мысалы. Не керегі бар сендерге? 4 әйелдің сендерге не керегі бар мысалы? Тағы. Осындар жетпей ма не осы нәрселер? 4 әйелдің орнына бұлай көшеде жүре берген дұрыс дейсіз ғой, зина жасап, әркіммен бір кездесіп. Жұрттың қыздарында нелерің бар? Сонда сендер біреудің қызын барып ұрлап кетсің, онда сендер қызық екенсіңдер. Сен біреудің қызын онда ұрлап кетіп те өзіңді өстіп ақтап отырасың ба мысалы? Бөтеннің қызын ұрлап кеткен десе. Жоқ, енді 4-ші әйелді жұрттың қызы ғой, ол да біреудің әйелі ғой. Қалай логикаларың жұмыс жасайтынын таңғаламын да. Айтасың 4 әйел не қыласың десем, сонда көшеде жүре берсін ба дейді. Жүре берсін, нең бар сен көшеде біреудің әйелінде, біреудің қызында нең бар? Сен біреудің қызын сонда ұрлап кетсең де өзің сөйтіп ақтап аласың ба? Нағып ұрлап кеттің десе, енді көшеде жүре ма өстіп, сосын ұрлап кеттім дейсің бе? Ол көне ма саған? Сөз түсінбейді екенсің бауырым, сөз түсінбейді. Сендермен бұлай бұлай кездесіп сөйлесу керек та, негізінде ештеңе жоқ. Ондайға сендер шыдамайсыңдар. Жоқ, кездесуге не қатты төбелесетін кроссовкасын киіп келетін еді бала кезде, жас кезде, кішкентай кезде балаларша. Сол сияқты бұндай темалар солай сөйлесесің да, солай шешіледі. Жоқ, таңғаламын да сендер или андай тренировка жасап келесіңдер ма бұрышқа барып, или қатты сөйлесетін, қатты білетін бірдеңені салып келесіңдер ма, қатты төбелесетін кроссовка киіп келесіңдер ма, түсінбеймін де. Айтатын ойыңды осы жерде айтпайсың ба, саған ешкім кедергі келтіріп жатқан жоқ. Сен сөз түсінбей отырсың ғой, мен А десем Б деп басқа әңгіме айтып жатсыңдар да. Сонда сен сөз түсінбесең, напротив отырса адам сөз түсінбесе не істейін деп едің? Басынан ұрып кіргізейін деп едің, не істеп кіргізейін деп едің сөзі? Таңғаламын да. Сенің әрекетің қандай болып отырсың да, сен напротив көзбе-көз сөйлесіп отырсың. Осы әңгіме болып отырса, не істейсің сен? Кітабыңмен, Құранмен ұрасың ба басынан, не істейсің? Атып кетесің ба, басын шабасың ба? Қоя қой бауырым болды. Таңғаламын сендер сонда. Не өзгереді деймін да, біреумен бетпе-бет сөйлескеннен. Жалпы өзің былай жүрегінде ешқандай не жоқ қоя, Құдай деген сенім жоқ қоя ішінде? Жоқ, негізі оның кайфын әрине түсіне бермейсіңдер, бірақ бір күні жетіп атсаңдар көресіңдер, оның өзі діннен шығудың өзі бір жеңілдік кайфы бар өзіне. Ештеңе мойында жоқ, істемейсің дейсің ғой? Жоқ, одан да бөлек қорқыныштарыңнан құтыласың. Қазір сен каждый шағың қорқыныш қой, өйткені сені
анау аспандағы құдай, сен аспанда десем тағы қырылып қаласыңдар. Ладно, алла тағала қарап отыр да сені ше, кәдімгі миллиард адамның ішінен сенің туалетке қалай кіріп қалай шыққаныңды ана не кіші дәретке барған кезде тамшысы торсиңа тамды ма тамбады ма соған дейін қарап отыр да құдай. Сол үшін қорқынышпен жүресің де сен каждый жерде. Өйткені сол қарашы, қандай құдай деймін да, ана сүйген кезде тамшы тамып кеткен үшін сені қабірде азаптайын дейді да. Қандай милочник құдай деймін да, таңғаламын. Ё-моё. Да, того сондай милочник па деймін да. Бір-екі тамшы ана сізді тамып кетсе торсиңа, сол үшін ол сені азаптайды да. Қуама деймін да, да, того милочник па деймін ше. Бәрі өзің үшін. Басқа повод таппай қалғанда. Әйтеуір, меніңше ол құдай бар ғой, мейірімділіктен гөрі адамды азаптағанға повод іздеп отыратын сияқты ше. Анука деп ше, бүйтіп саған қадалып қарап отқан сияқты. Анука қазір қателесіп көр, бір шақ қателесіп көр, мен сен қазір қабырғаңа сығып, тозақтың мәңгі отында жандырайын деп аңдып отқан сияқты сенің қашан сүрінгеніңді ше. Қой бауырым, егер де құдай адамды сол істеген қателігіне қарап жазаласа, мына әлемде ешкім қалмаушы еді. Сен бүйтіп сөйлеп отырмаушы едің. Сенің қаншалаған қателіктерің үшін сен жазалаған жоқ қой қателіктерің үшін. Қанша қателіктерің дұрыс па? Жоқ, айтамын да жаңағыдай. Несі бар деймін да, біреудің туалетке кірген. Жоқ, құдайдың берген ауасын жұтып отырсың ғой қазір. Ол жоқ болса қалай ауа береді, қуасыңдар ма? Құдайдың берген ауасын жұтып отырсың ғой. Сен құдайдың берген деп қалай айтасың? Ол Айзатаң берген ауасы шығар, қайдан білесің? Бауырым-ай. Жоқ, айтам да, ол негізі жазалауға повод іздейтін сияқты, құдайша. Қадалып қарап отырады да жаңағындай ше. Қателесіп көр қазір. Қалай қатеңді тапсам екен деп. Ойланайық. Иә, жақсы, ойланайық, жан-жақты қарайық мәселені. Бір нәрсеге фанатизммен ұрынбайық. Жан-жақты қарап, жан-жақты оқиық. Ақылмен қарау керек, ақылды қолдану керек. Неге қолданбасқа ақылды?